Армысыз қазақ елі. Баяғы жас кезімде бір кинодан көріп қалып, әкемнен сұрап едім. Осы мына есек арбамен кетіп баратқан адамдар, ана алдына мынандай бір талға жаңағындай шөпті бір мынандай уыс шөпті байлап қойып, сосын есек соның артынан жаңағы шөпке жетем деп жаңағы ынтығып жүре береді екен де, сосын оны не үшін жіпті байлайды деп. Сонда әкем айтатынды, ана есекті алға қарай ұмтылту үшін әдейі істеген. Есек жалқау мақұлық, оны соғып артынан итеріп отыру керек. Қара күші мықты болғанменен жалқау енді соны ешек дәме дейді екен. Есек дәме деп біреулер ешек дәме дейді. Жаңағы дәмеленіп арқылы ана жоқ алдына қол жетпейтін нәрсені алам деп соған дәмеленеді екен. Сонда қазір мына біздің халқымыздың жағдайына қарап отырсақ, көпшілік адамда сондай бір есек дәме бар екен. Маған береді. Маған коучерлер береді. Коучер дейтін әлгі ясновидящий, көріпкелмін деп жүрген нумеролог, цифролог, таролог, психолог, сексолог дегендер толып кеткен. Иттен де көп. Апырмай, олар ақылды адамдарға бармайды, жақындамайды. Олардың ішінен іздеп жүріп табатындары сол надандау ғана, сенгіш, жұрт не айтады соған көнгіш адамдар. Олар деген, мысалы, сен дәрісіме қатыссаң, мен сені бай қылам дейді. Сол алғы коучердің артынан Дубайға барып, бүткіл ақшасын, үйін, дүние, малын сатып, соның артынан жүргендер, армандары баю. Енді кеше көрерміз дейтін бағдарламаны байқасаңдар, ішінде бір әйел отыр, 30 миллион ақшамды бердім дейді. Бір үйдің бағасы ғой енді. Бір ер адам отыр, ер адам отыр, мен 15 миллион ақшамды бердім дейді. Сонда анау маған өмір сүруді үйретеді дейді. Біреу мен машина ұтып алам дейді. Әр адамның ішінде бір арманы болады. Қалай жылдамырақ байысам екен, жақсы. Еңбегімен емес, бір кенеттен сондай байып кететін жағдайым болса деген. Сондай адамдарды жаңағылар бағып жүріп, бай қылам деп құл қылады. Сондай бай қылам деп құл қылатындардың ішінде мынау қазіргі алаяқ молдалар. Мешіт толған молда, олардың айтатын, сен Алланың құлысың. Сен құлшылық қылсаң, Алла саған береді. Мұны өміріңде бермесе, аны өміріңде береді. Мұны өміріңде сен не ғұрлым жаман өмір сүрсең, ана жаққа барғанда жұмаққа барасың. Сонда жұмақта саған қыз керек па, тамақ керек па, апырмай, киім керек па, оны қай жеріңе киесің, онда шаруасы жоқ адамның. Шіріп кеткен денені. Енді сондай жағдайлар қазір тіпті біздің Қазақстанның жерінде өте өріс алып кеткен. Кейбір министрмін деп жүрген, кейбір үлкен орындарда жұмыс істеп жүрген адамдардың сөйлесіп отырып бақсам, сол жаңағы дін бізді ұшпаққа шығарады, дінді ұстасақ біздер байимыз. Сонда дін арқылы сен Алланың құлысың деп, мен Алланың адамын деп өзіне қалай құл болып алған кейбір надандар білмей қалады. Тіпті үлкен директор, мектептің директоры болдым, мен деген мұғалім болдым, 40 жыл, 30 жыл болдым, мен мынандай жұмыстар істедім деген адам сөзін тыңдап отырсаң дейді, мен адамның құлы емес, мен Алланың құлымын дейді. Соған мақтанады кәдімгі. Түсіндіріп айтайын, сен сол Алланың құлы қылып отырған молдалар емес пе, саған уағыздарын айтып, неше түрлі, сені өліммен қорқытып, ең қиыны мына жастар, біздің өсіп жатқан жастарымызды құл қылып отыр. Ең жаман сөз құл. Құл деген сөз, ми жоқ, ақыл жоқ, тамақ үшін, күн көрген адамды құл дейді. Құлдан намыс болмайды, ақыл сана болмайды. Ол құл. Құл өзінің қожайынның тілінде сөйлейді, соның айтқанын істейді, соныменен бар өмірінің қалай өтіп кеткенін білмейді. Есек болмайық, адам болайық адамдар.